Ал біз аман есен тойымызды бастадық. Енді мұнда Әділеттің жағы келіп тұр, Әділеттің туысқандары, мамасы келіп тұр. Қалдарыңыз қалай? Жалпы осы Әділет пен Әсемнің тойына бір-екі тілектеріңіз болса. Мамасы? Ал рахмет, көп осы ұйымдастырып жатқан баршаңызға рахмет. Әділетов Индия елінен осы балдардың бақыты үшін келіп жатырмын. Енді балдардың қалауы бір-бірін сыйлап, осылай үлгілі отбасы болса, барлық ананың тілегі осы, балдарың аман болсын. Жалпы сіз жайлы естіп жатқанымыз көп та, бір идеальный ене дей ма, білмеймін. Сондай бір атаққа ие болып жатсыз. Рахмет. Сіз сияқты ене бұйырсын әрбір қызға. Әсемді келін ретінде қалай болып жатыр енді, қалай көріп жатсыз? Әрине енді бір көргеннен жүзі жарқын, өзім сияқты, өзімде жас кезімде осындай ақ жарқын. Дәл солай жас кезімдегі есіме түсіп, барлық жақсылықтарын асыру керек, өзімді сыйласа, бір-бірімізді сыйласақ, баламның жары болғандан кейін, оны да баламдай көремін. Екеуі жақсы болса болды. Барлық ата-ананың тілегі, тек екеуі ұрыспай бір-бірін сыйлап жүрсе, міне ата-ананың бақыты сол. Негізі сіздер ұқсайды екенсіздер жалпы. Келін енеге ұқсайды деп жатады ғой. Сіздерден бір тілек болса. Қош келіп қалдық. Екі жас бақытты болсын дейміз. Түскеннен бері күшті деп айтылып жатыр. Соның бәрі қабыл болсын. Үлгілі, берекелі отбасы болсын. Қуаныштымыз. Ең бастысы бақыт дейміз екі жас. Сіздер? Мен Әділеттің папасымын. В первую очередь мы лучше северим, потому что казахшам жетпейді, поэтому я извиняюсь. Самое главное, что... Ой, бұрмай. Сізді сағын білгермедік негізі. Нағып білгермейді. Наоборот, бәрі сағынып жатыр. Бәрі сағынып жатыр. Құшақта бәлеғі бар. Сіз негізі былай дальтоник емессіз ба? Дальтоник болғанда, мен білесіз ғой, ең ерекше мен болғаннан кейін, бүгін де ерекше болайын деп. Жоқ, бұны ерекше демейді, бұны тәртіпсіз дейді. Жоқ, ерекше дейді. Тәртіпсіз болса, спортивный ет келем ба? Сондай ма? Соңайдым. Қостаршын келін айтты. Нұржан, бақыттысыз ба? Өте бақыттымын. Қос қанаты қасында. Мынаны не істедіңіздер енді? Елден ерек білесіздер ғой. Кеше басқа жақта болып қалды. Бозой сияқты ғой, отличается. Үйден келген жоқ. Қош келдік. Мә кішкене. Мәш, сіз... Қасаңызшы ойпырмай. Бұл любой жерде ерекшеленеді ғой, білесіздер ғой. Жарайды. Біздің ерекше Бекзат шыға салып білмеймін енді үйде қонбай жүрген. Сыртта көретіндер бар, жаман ойлап қалады жаным. Эльдар, несібелі қалдарыңыз қалай? Сіздердің жолдарыңыз кәдімгідей үлкен болыпты. Біз байқамай да қалыппыз негізі. Кәдімгідей бір осы жобаның үлкендері ретінде бірінші шығып, бірінші бастап, барлық нәрсені тойды бастап жібердіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн достар. Аллаға шүкір, біздің қалымыз жақсы. Енді біз қалай десек болады, есікке аяғымыз қысыр кетіп па, біздің артымыздан кейін бәрі үйленіп, бәріне жолысты болсын. Болса мыңдалма шүкір, рахмет айтқым келеді. Қонақ болып бүгін келгенімізде тоже рахмет. Әділет пен Әсем бақытты болсын. Әдеттегідей құлпырып тұрсыз, несібелі. Енді бір Эльдардың көмегімен дейміз ба? Ер азаматқа байланысты ғой, әйел адамның құлпырып, жарқырап жүруі. Балапандарыңыз қалай? Жақсы, өсіп жатыр, үйреніп. Бәрі жақсы. Осылай тойларда жолығып тұратынымыз бар. Кешегі опростың жеңімпаздары деймін ба? Ең бір үздік бір жұптарымыз. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Әлі қоймайды бұл кісі. Анан ұрып кеткенше? Бірдеңе дәмет жүр. Әлі ма? Жақсы, шүкір, өздері қалайсыздар. Нұрайдан басқа не жаңалық? Сол басқа жаңалық айтады. Туған күні келе жатыр, жақында. Сонымен басым қатырып жүрмейсіз. Мен бағана естіп қалдым сіздердің пландарыңызды. Оны айтуға болмайды. Міндетті түрде көріңіздер осы кісілердің парақшаларынан. Бір қызық дүние болатын сияқты. Деп интриганы тастап қойсын. Жалпы енді Әділет пен Әсемге бір тілек болса, өздеріңіздің сезондарыңызда отқан кісілер. Бақытты болсын. Шынында айтамын, қатты қуаныштымыз. Енді екеуміз көрдік қой, қалай басталғандарын деген сияқты. Өте қатты қуаныштымыз, шақырғандарына көп рахмет. Бұйырса, тойларда жолға берейік. Бақыт тілейміз.
Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Амансыздар ма, не істеп жатсыздар? Бүгін эфирге келіп қалдық, короче. Мына ортаны сағынып та үлгереді екенсің. Кішігірім сағынып қалған жайым бар. Маған анау-мынау да керек емес, өзім маған бір-екі адам бар керек. Мынау керек. Қалай? Оу, амансыз жақсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалай жады? Егізімді тауып алдым. Қане? Осында сүртіпсіздер, қалайсыздар? Осы керек маған, мынау керек. Сені қамдан Түрін бұзып аласың амай, соны айтам түрін. ойнатасы да бұл да. Нұржан, мына эфирдағы мен жүріп сағынып қалдыңдар ма? Келдім. Қош келіп жатсың бауырым. Эфирда бөлексің ғой сен бәрібір. Өмірде жолығамыз, бірақ эфирдағы жүргенің бөлек та сен. Қазақ ұйымды қастерлеп жүрген жігіттердің бірі осы. Жоғарыға қойып қойдың, жоғарыға. Эфирдамыз ағайын, бүгін тойдамыз. Бүгін Әділет пен Әсемнің тойы. Эфир көріңіздер міндетті, өйткені мен бармын. Короче, достар, мама келді. Индиядан келесі Мумбайдан Алматыға. Жаңа 12-де түсті. Ё-моё. Жүрегімді сілдік. Міне келді. Қалайсыздар, жұмыстамыз бізде қазір дайындық эфирге, бірінші съемкаға. Менің бүгінгі бірінші образым осындай шалбар, свитер. Қазір екінші образды көресіздер. Пока шашым әлі шешілген жоқ. Мына жақта Таиландтан келген кісілер қап-қара болып кеткен. Қарайғаным бар. Саватика. Саматика. Сіздер шаға шықпадыңыздар Адамды естіп, настроениесін түсіреді ғой. Түспесін. Біздер абыроймен тойды өткеріп, қазір екі құдалар бір-бірімен танысып, шай ішіп, сол жерге кетті. Қасында алам бар. Келіншегім бар. Робби бар. Барлығымыз сол жаққа барып, заттарды түсіріп, жаңағы кәделерді бір-бірімен алмасып, в общем, историяға ертең шығатын.